Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қолдан жасалған дәмді пельмен дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен фаршты дайындап аламыз. Пияздың қабығын аршып, тазалап, жуып, майдалап, турап қосатын боламыз. Пиязды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап төртбұрышты етіп турап қосамыз. Сонда пельменіміз сулы дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Міне пиязымызды турап болдық. Енді турап болған пиязымызды шегілген еттің үстіне саламыз. Және ащы қызылбұрыш саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне дайын болды фаршымыз. Енді қамыр илейміз. Ыдысымызға ұнды елеп аламыз. Және де ұнның ортасын ашып, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Сонда қамырымыз жайылады, жұп-жұмсақ болып, және жып-жылтыр болып тұрады. Енді суымызды дайындап аламыз. Осы дайындап алған судың үстіне тұз саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Ұнның үстіне құйып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды осылай қаспен араластыра отырып, кейін қолымызбен қамырды илеп дайындап алатын боламыз. Міне қамырды илеп дайындап алдық. Түйіршік қалмайтындай етіп илейміз. Енді осы дайын болған қамырдың бетін жауып, июін қанғанын күтетін боламыз. Июі қанған қамырды 2 зуалаға бөліп, дөңгелектеп дайындап алдым. Енді осының біреуін алып жаямын. Біреуінің бетін кеуіп кетпес үшін осылай жауып қойып қоямын. Енді алған қамырды ортасына ұн себе отырып, жайып дайындап аламын. Осылай аз-аздан ұн себе отырып, қамырды алғашқы бастапқы кезде қолымызбен жайып отырып үлкейтіп, кейін оқтаумен жаямыз. Міне осылай бір текстет жайып шығамыз. Қамырды жайып алдық. Енді жайып болған қамырды майда бөліктерге бөліп аламыз. Міне осылай майда төртбұрышты бөліктерге бөліп дайындап алатын боламыз.
Қамырымызды кесіп дайындап болдық. Енді ортасына етті салып, пельменді бүгіп шығамыз. Жарты шай қасықтан салып отырып, пельменді бүгеміз. Суымызды алдын ала газге қойып қоямыз отқа. Су қайнап дайын болып тұру керек. Қолдың шегілген еті мен қолдан бүгілген пельмендер өте дәмді болып шығады дүкеннің пельмендеріне қарағанда. Сондықтан осылай қолдан дайындаймыз. Міне барлық пельмендерді бүгіп болдық. Енді бұл жерден ара шыбын көрсеңіздер айып етпеңіздер. Мен жаздың уақытысы болғаннан кейін далада таза ауада дайындап отырмын тағамды. Міне суымыз қайнап тұр. Енді тұз саламыз. Судың көлем мөлшеріне қарай тұз саламыз. Енді қайнап тұрған судың үстіне пельмендерді саламыз. Пельмен салып болғаннан кейін осылай бір қозғап бетін қақпағын жауып қоямыз. Қайнағанын күтеміз. Міне қайнап жатыр. Пельмен қайнағаннан кейін 4-5 минут қана ұстаймыз. Сосын пельмендерімізді аламыз. Алып болған пельменнің үстіне сұйық май құямыз. Сонда бір-біріне жабысып қалмайды. Міне осымен пельмен тағамымыз дайын болды. Бетіне енді подлив жасап, подлив құйсаңыздар да болады. Бізге осылай да ұнайды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.